Күн жылына салысымен табиғат жанданып, жан-жануарлар мен жәндіктер ояна бастайды. Осы кезеңде улы жәндіктерден де келетін қауіп көп болмақ. Солардың бірі сары шаян. Сары шаян шаққан кезде клиникалық белгілер: қатты ауырып тырыса бастайды, шаққан жері қызарады. Уланғанда бас айналып, бастың ауруы, құсу, ентігу, әлсіздік, адинамия, жүрек соғу байқалады. Ауыр жағдайда жүйке жүйесіне әсер еткенде көзі бұлыңғырланып, аяқ-қолы тартылады. Тіпті кейбір кезде жүрек соғысы әлсіреуі де мүмкін. Мұндайда не істеуіңіз қажет? Шаққан жерді спиртпен сүртіп, зиянды микробтар түспес үшін антисептикалық дәке таңу қажет. Ауырсыну мен ісінуді жазу үшін мұзды басуға болады. Ауру басылмаса, шұғыл түрде жедел жәрдем шақыру қажет. Жүкті әйелдер мен созылмалы ауруға шалдыққан науқастарға, балаларға өз бетінше ем алу қауіпті. Ескеріңіз, жгут салуға болмайды, себебі қан айналымына кері әсер етіп, гангренозды жағдайға әкелуі мүмкін. Жараны күйдіруге болмайды, себебі жараның одан ары үлкеюіне әкеледі. Алкоголь қабылдауға тыйым салынады, себебі ол зат алмасуды жылдамдатып, одан сайын удың таралуына әсер етеді. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер.